Так, mına жерде 20 yıllık kampanya mı? Refik abi kaç yıllık burası? 22-21. Kaç? 21 yıllık. 21 yıllık, 21 yıllık Klem Juu ortalığında. Şunun çapı ne kadar? Nanın diametri? 140 santimetre. 140 santimetre. Qasına hareket turmuştu? Qarаңыз, nanın 140 santimetre. Енді Türkiye жылы ғой. Tek qana bir ventilatorмен kaç saatte kuruyor? Kaç saatte? Bu kurutma değil. Bu Tamam kaç saatte bir kurutabiliyorsunuz günde halı? kurutuyoruz. Yani 24 saat mi? Evet, yazın bir gün asıl bir gün kaldırıyoruz. Bir günün içinde keptiremiz deydi. Mına kөлеңкенің өзінде. Kışın? Kışın 3 günde. 3 günde. 3 günde keptiremiz deydi. Қыс айында. Енді мына Турция болғанда Қазақстанмен әрине салыстыруға болмайды. Мына бізден клем кептіру, осушитель алатын жігіттердің көбісі бізге ренжиді. Кептірмейді деп. Неге кептірмейді? Өйткені клемге желдің жеткіліксіздігінен, мынау желдің несі клемге жетпегендіктен бүкіл ылғалдың бәрі ішінде қалып қоя береді. Сондықтан біз мынандай вентиляторларды қосымша қоятын болсақ, енді міндетті түрде 1,40 емес диаметр, 1 метрлік немесе 80 сантиметрлік, 90 сантиметрлік қоятын болсақ, тіпті жақсы болады. Сіздің бағана М500 деген осушителіңізбен 1200 квадратқа дейін сіз кептіре аласыз. 1200 квадратқа дейін. Қайталап тағы да айтам, біз өзіміздің Carpax M500 Air Dry клем кептіргіш оборудованиямызға толық кептіруіне сенеміз. Өйткені оның бағана технический характеристикасына бағана конденсаттың шығуы есептелген сағатпен 24 сағатқа көбейтілгенде 360-400 литрдей су шығарады. Енді сол 400 литрде 1 квадратта бір 200-300 граммдай су бар. Соған бөлген кезде 1200 квадратқа дейін шығады. 1000 квадрат енді толық айтуға болады. Сондықтан мынандай қосымша вентиляторлар қоятын болсаңыз, екі жағынан мынау осушитель болатын болса, біреу мына бұрышына қоятын болсақ, осушитель болатын болса, мысалы, мына вентилятордың орнына мына бір бұрышқа қоятын болсақ, екіншісін бүйтіп қараған кезде қиғашынан арғы бұрышына қою керек. Мына жердегі вентиляторымыз мына былай қарай желді үрлейтін болса, екінші вентиляторымызды соған қиғашынан мына жерден қойып, мына бұрыштан қойып, вентиляторға қарай былай қарай үрлейтіндей қылып бағыттандыру керек, бағыттау керек. Сол кезде ана жерден келген жел мына жердегі бүкіл ылғалды ауаны итеріп, мына жердегі вентилятор мына жердегі ылғалды ауаны ары қарай итереді. Ар жақтағы вентилятор құрғақ ауаны, осушительден шыққан ауаны былай қарай итеретін болса, мына жердегі мертвый зона дейміз, мертвый точка дейміз. Осы жердегі бағана жиналып қалған ылғалды ауаны мына осушительдің артына алып келіп, бағана конденсат жасап, құрғақ ауаны қайттан осушительный камераға ыстық ауа қылып жіберіп отырады. Құрғақ және әрі ыстық ауаны. Сондықтан бұл осылай осушительді алып жатқан жігіттерге ұсынатынымыз осындай вентиляторларды қоюыңыз өте пайдалы. Енді мынау ыстық жерлер, Түркістан, Қызылорда, енді Қазақстанның барлық жері жазда ыстық. Сондықтан мына көп объемы бар, үлкен объемы бар жігіттер мына осындай жерде көлеңкенің астына кептіре беруге болады. Міне мынау автомат, бұл автоматик değil mi, değil mi? Жоқ, автомат емес екен. Міне қолмен асады екен. Үстіне де асады, мына жерге де асады. Артына дейін ілет. Одан кейін көлеңкенің ішіне кептіреді, бір күннің ішіне. Сол кезде ана көлеңке болғандықтан ешқандай клем оңбайды. Иә, жұмсақ болады. Мына күннің астына шыжып тұрған жазда 40-45 градустан Түркістан жақтарды білесіздер. Күннің асы 45 емес, даже 55-60 градусқа дейін кетіп қалады. Прямой күн тиген кезде, тікелей күн сәулесі тиген кезде, сосын клемдеріміз әрі қатады, әрі сарғаяды, әрі оңып кетеді. Иә, сапа түсіп кетеді. Бүкіл мықты қолданып жатқан бағана шампунның ешқандай мағынасы қалмай қалады. Міне өте зор істеген. Сосын мынаны түсіре кетейін, қараңыздар. Мына өте міне қараңыз, керемет істеген. Мынаны станоктармен сетуге болады Қазақстанда да. Қараңыз, бұны шешіп, қараңыз, шешіп, әр жерге өзіңіз қоя берсеңіз болады. Мына бурасы кайнак değil mi? Мына жері сваркамен орнатқан. Мынаны бір токерге айтсаңыз, міне өзі бүгіп береді бұны. Мына жерде де көрсетуге болады. Міне бүгіп береді. Сосын керек жеріне өзіңіз лақтыра бересіз. Мысалы, асфалғаннан кейін бар, мына жерге жақындатасыз. Асфалдың сағыз жатады. Яғни, бұрында менің есептеуім бойынша 1 квадрат жерге ілінген клемнің несі квадратный метрі 1 квадрат жерге. 6-7 квадрат болатын. Сол кезде 100 квадраттық жерге 800 квадрат клем ілетін болсақ, 600-700. Енді 100 квадратқа біз 2-ке көбейтуімізге болады. Бұны 100 квадраттық бір сушильный камераға 1600 квадраттық кремді асуға болады. Яғни, былай деп айтайық, 40 квадраттық сушильный камераға 4x7 kaç yapar? 28. 40 kvadratқа 280-300 kvadrat болатын болса, яғни 40 kvadratқа біз
300 емес 600 квадрат кілем ілуімізге әбден мүмкін. Мынау өте новинка. Енді мен шын айтсам, 8 жыл болды, мына салада 8-10 жыл болды жүргеніме, мен мынаны бірінші рет көріп тұрмын өзім. Шын айтайын, біздің де білмейтін нәрсеміз көп. Біз білімімізді, тәжірибемізді күнде сіздердің бағана сұраныстарыңызбен бүкіл жер шарын аралап, Қазақстаны, Ресей, Өзбекстаны деген сияқты көп мемлекеттерді аралап, сіздердің бағана сұраныстарыңызбен көп нәрсені сіздердің арқаларыңызда бізде сіздермен бірге үйреніп жатырық. Міне, рахмет көргендеріңізге. Отандық өнім Карпакспен әрдайым бірге болыңыздар. Түрк елінен сіздерге дұғай сәлем. Мына жер тағы да түсіре кетейін. Мысалы, қазір мына сіздің лично Алматыда ашайын деп отқан кілем жуу мекемеңізде екі қабатты болады, екі этажды болады. Сол кезде көбісі кілемді қалай түсіреміз? Мысалы, лақтырсаң ол да болмайды. Кейбір кілемдер удардан майысып кетуі мүмкін. Структурасы бұзылып кетуі мүмкін. Қараңыз. Қараңыз, мына 4 жағы да айналады, қараңыз. Анау да айналады, қараңыз. Аржанды көрсетіңізші. Оң жағы, мынау да айналады. Кез келген жақтан сала бересіз. Бұл жерде жарайды, тесікті енді кез келген қазақ ойлап шығаратын шығар енді. Бірақ мына жерде көрсетейін дегеніміз, мына жерде көрсетейін дегеніміз, мына кілемді мына жаққа қойған кезде мына кілемді бұл оп-оңай мына жерде тайғанап кетеді. Көрдіңіз ба? Тайғанап қай жеріне лақтырсаңыз да, сіз ана бұрышынан лақтырсаңыз да, мына бұрышынан лақтырсаңыз да, мына бұрышынан лақтырсаңыз да, бұл кілем ана жерден өзі топайдан түсе қалады. Иә, аузына пакет ұстап тұрсаңыз, сразу пакетке өзі ақ кіре салады. Иә. Көрдіңіз ба? Өте керемет нәрсе. Өте керемет. Чайымыз да келді. Шай ішейік. Түрікте ағайындар шайдан әйтеуір бізді точно ренжітпейді. Тоқта, бидак. Ат. Хоп. Oraya poşet koysan var ya, poşet koysan çok kolay gider. Бірінші мыналар көрсете кетейін. Бағана бір сұрағыңыз бар еді, не сұрақ дедіңіз? Ереке менің ағам, Алматыдағы. Сол кісі айтады. Алматыдағы ағам сұрайды. Ерекеңнен сұрақ көрші дейді. Осы жаңа біз алып жатқан цехты полностью комплектовать етіп, түгел оборудование түгел соның бәрін комплектовать етіп, бізге Америка құрама штаттарына Майами штатын жаңа несіне қаласына жеткізіп бере ала ма дейді. Так, мен сұрақты дұрыс түсінуім бойынша Майами штаты. Штаты, иә. Штатына осы бағана миссион макина оборудованияларын түгелімен құрылғыларын сол жаққа жеткізіп беру керек. Иә. Ағаңызға мына жерден біріншіден ассалаумағалейкум, ағасы. Мен миссион макинаның бірнеше мемлекеттегі өкілі ретінде, немесе представитель ретінде Майами емес Сан-Францискоға жеткізіп беруге мен сізге уәде беремін. Мынау фирманың директоры, gel abi. Şimdi bir müşteri soruyor ki bu misyon makineyi diyor komple takım olarak alırsak diyor Amerika'da San Francisco eyaletine diyor kargo edebilir miyiz diyor. Ben de diyorum ki neydi? Miami. Miami değil de biz San Francisco'ya bile göndeririz bu makineyi. Göndeririz. Doğru mu? Göndeririz. Söz veriyor musun? Söz veriyoruz. Söz mü? Bu Türkiye'de alışveriş merkezinin üzerine koyduk. Türkçe'de dedi. Бірнеше қабаттық бана мега центр сияқты торговый домның дейді ең үстіне әкеп тұрып бана кранмен бүйтіп қойдық дейді. Өйткені бір адамның сол жерде өзінің квадратный метр болған, енді Турцияда өздеріңіз білесіздер, жер мәселесі өте квадратный метр өте қымбат, сондықтан ол сол жерден бір аренда алған ба? Peki neden oradan almış? Ondan bir anlatabilir misin? Adamın orada dükkanı mı var? Evet, alışveriş merkezinin üstünde dükkanı var. Oradan camı açtı, biz de makineyi camdan içeri soktuk. Biz дейді, торговый домның дейді терезесінен үстінге бірінші қабаттан кіргізді дейді, сол жерде дейді торговый домның өзінің дейді сол жерде площадкасы болған. Қай қалада? Hangi şehirde? Ordu деген Қара теңіздің қасында бір қала, сол жерге терезеден кіргізді дейді. Сондықтан бағана Майами дедіңіз ғой? Иә. Майами штаты емес, Сан-Франциско штатына дейін жеткізіп береміз біз. Болды. Жеткілікті ма? Жеткілікті. Рефик Бей бағана телефонмен сөйлесіп жатыр да, осы жердің бағана басшы 20 жылдық крем жуатын компания. Рәке, сіз де келсеңіз, енді бұл кісіге бір стакан су деп сұрайын дедім да мен. Сосын телефонмен сөйлесіп жатқан соң, жарайды, мешайт етпей қойын дедім енді. Бар жұмысшыларға айтып салайын дедім. Сөйтіп жүгіріп келдім да, мына жерде жұмысшылар іздесем, бір жұмыс жоқ. Қарасам, станок тоқтап тұр. Иә, қазір сағат қанша міне? Қазақстанның сағаты 8:30. 8:30-3:30 алып тастайтын болсақ, 3 сағат алып тастайтын болсақ, 5:30. 5:30. Біз бағана қаншада келдік? Сағат 3-те келдік қой. 3-те келген кезде уже станоктың бәрі тоқтап тұрды, иә? Дұрыс қой? Сағат 3-те келдік, иә? 3-те келдік, станоктың бәрі тоқтап тұр.
Енді қараңыз. Қазір әлі сезон басталған жоқ Турцияда. Сезон daha başlamadı değil mi? Yoksa yok, сезон başlamadı. Bugün kaç metrekare halı yıkadınız? 450 metrekare. 450 kvadrat кілем жуылды. Енді әке сіз өзіңіз білесіз, үстіге қарай шықтық бағана қанша квадрат кілем білініп тұр, примерно плюс-минус. Бұл жақта бағана немесе қосып, немесе азайтатын болса, сіз сразу түсініп қоятыныз, иә? Мәксіз мысалы 1000 деп айтса да болады, бірақ сіз по-любому ешкім алдай алмайсыз да. Иә, сіз біліп қоясыз да уже, алыстан қарап тұрып, уже қанша квадрат екенін түсініп қоясыз. Сол кезде бұл жерде мына видеода айтайын дегеніміз, не демек istiyoruz? Мына оборудованияның соншалықты тез және сапалы жуаткенін осы видеодан түсіне беруге болады. Міне бір жұмысшы жоқ, тап-таза, тазалап кетті. Bir de şunu anlatın. Sabah geliyor. Tayer'den gelген жігіттер kaçta başlıyor işe? Bugün 10'da başladılar. Bugün saat 10'da başladı. Sabah ilk gelindiğinde önce 6 metrelik, yani bize göre büyük halılar. 2'ye 3 Bize halılar. deydi, ең үлкен кілемдер Türkiye'de 3'te 2, 6 kvadrat. Соларды бөлек ең үлкен кілемдерді айырамыз дейді. Halılar sirkelenir. Кілемдер бірінші мына оборудованияда не қылады? Шаң қағылады. Sonra 6 metre halıyı bir insan tek başına yıkar, sıkar, asansöre koyar, asar. Бірақ адам дейді, 6 kvadrat деген, біздің 4'те 6 деген 24 kvadrat деген сияқты, бір адам дейді, мына жерге кеп, мына жерден кілемді беріп, оборудованияның ар жағынан ана центрифугаға салып сығып, мына жерде мына 2 центрифуга тұр. Мына жерден мына кілемді береді, мына жерден кілемді алады. Мына жерден кілем шығады. Одан мына 2-3 кілемдерді мынаған сығады. Одан кейін бағана 1,5 метрлік немесе дорожкаларды мына центрифугада сығады. Ол жайлы біз видео түсірдік. Мына бағана бізге келген кезде бізге мына сығып жуып көрсетпеген кілем мынау. Ondan sonra bir kişi halıyı sirkelerken diğer kişi tek başına halı yıkar. Bir adam ne жақта кілемді шаң қағып жатқан кезде bir adam мына жерде жуып жатады дейді. Yani 2 kişi oldu şimdi değil mi? Şu an 2 kişi mi oldu? Çalışan. Önce bir kişi halı yıkar, bir kişi toz sirkeler. Yani Saat toplamda 12'de, 2 kişi oldu. Evet, saat 12'de saat 12'de sirkelenmesi biter. Büyük halılar biter. Büyük halı değil, 2-3 halı. Bize göre büyük. 12'den sonra ikisi beraber, biri önden verir, biri arkadan alınır. Saat 4'te 5'te halı biter. Енді қараңдар жігіттер, 2 адам жұмыс істейді, 2 адам. Бірінші дейді шаң қағады, бір адам мына жақта жуып жатады, 2 адам болды. Saat 4'te бүкіл жұмыстар бітеді. Ол объем көп болғанда. Yani bu fazla halı geldiğinde saat 4'te biter. Diyebiliriz. Bu объем көп келгенде saat 4'te. Sonra odan кейін бұл жұмыстарды істейді. 4'ten sonra 2 personel yarın sevk olacak halıları ambalajlar. Saat 6'da da tüm personelin işi biter genelde. 2 adam saat 4'ke дейін бүкіл жұмыстарын бәрін бітіріп, 2 сағаттың ішінде бүкіл кілемдерді упаковать етіп, ертең кететін кілемдерді пакетке салып, dayındap saat 6'da eve gidiyorlar. Bir kişi de üst katta var. Bir adam da 3. etajda, toplamda 3 kişi oldu şimdi. Bir adam da üst üstüde. kattaki halı asmacı halıyı yıkaran halıyı asar. Kurumuş halıyı da sarar. Sevkiyat bölümüne koyar. 3. adam da 2. etajda mына жерде міне кілем кептіретін үлкен бөлме бар. Вентилятордың көмегімен кеуіп жатыр. Ол сол жердегі кілемдерді кеше келген кілемдерді астыға түсіріп, және бүгінгі жуылған кілемдерді үстіге көтереді. Ama asansörle мына жерде қараңыз. Мына кілем, түріктердің кілемдері 2 метр болады дедік қой. Иә, мына жерге лифтке салып, мына редукторының көмегімен үстіге қарай көтеріледі. Міне қараңыз. Міне. Мына осы видео арқылы да ертең сіз 4 метрлік ұзындығында осындай лифт жасауыңызға болады. Kaldır. Mine. Öte keremet. Olsun 4 metrelik. Eni kaç bunun? 60 santimetre. Endi biz bunu 1 metrede qilib jassak bo'ladi. 3-4 kilemde sразу bir otla salып, üstüge qarай екінші etажға көтеруге. Bu video бұл бағана көрсетіп отқаным кімде екінші этажы бар кілем жуу орталықтарына пайдалы. Бұл кісі бағана көрдіңіз ғой, телефонмен сөйлесіп кетіп, бағана сату бөлімінің бастығы болғандықтан, әрі бағана миссионның бағана директоры, сату бағана бөлімінің директоры, әрі өзінің 20 жылдық кілем жуатын мекемесі бар. Сол кезде мен өзім толықтыра кетейін бұл видеоны. 3 адаммен 500 квадрат кілем жуып отыр. Адам сенгісіз. Қазақстанда кімді айтыласыз? 500 квадрат кілемді мен 3 адаммен ғана сағат 6-ға дейін жұмысымды бітіріп тастадым деп.
мен өзім лично ондай көрген жоқпын. Даже конвейерный машинамен, конвейерный бар, машинасы бар клем жуу орталықтарда 500 квадратты 3 адаммен жуып атқан жоқ. Енді әрине біздің клемнің кірлігі дәрежесі өте кір. Біріншіден, екіншіден клемдеріміз әртүрлі, үлкен клемдер бар. Негізі үлкен клемдер болғалы даже жұмысты азайтады деп айтуға болады. Өйткені конвейерный машинаға 6 квадраттан 4 клем бергенше, 4-те 6 бір клем бере саған ыңғайлы. Бір жағынан да бағана үлкен клемдердің көп болуда пайдасы бар. Қазір негізі жақсы істеген екен. Действительно полностью автоматизация. Конвейерный машинаның көрдіңіз ба, мощный болуы, сапалы болуы, бұзылмауы, щеткалардың көп болуы, жұмысшылардың өз уақытысында кетуі, жұмысшылардың аз болуы, айлыққа да үнем. Бар табысыңыз айлыққа болып расходқа көп кетпейді. Жұмыс деген соң менің өзім ойым, осындай компаниялармен, осындай өндірушілермен жұмыс істеу. Жұмысыңыз әрі үнемді. Әрине қымбат. Біздің сатып жатқан оборудованиеміз қымбат, бірақ өзін арзан оборудование қарағанда тезірек ақтайды. Мысалы, 10 жұмысшы жұмыс еткізген жақсы ма, немесе 3-4 қана жұмысшы жұмыс еткізген жақсы ма? Мысалы, мекемеде 10 жұмысшыға басшы болу да оңай емес, айлығы бар, айлық алған соң біздің қазекеңдер бағана екінші жұмысқа кетіп қалады, шықпай қалады, тойы бар, анаусы бар, мынаусы бар деген сияқты. Ал 3-4 адамның да жарасы жеңіл. Келісесіз ғой? Келісемін. Сізде қазір неше адам жұмыс істеп жатыр дедіңіз сіз? 10 адам жұмыс істеп жатыр. 10 адам. Ол водительдерді қосқанда? Водитель қосқанда 10 адам, операторыңыз бәрін қосқанда? Оператор. Соның өзінде бағана 10 адам. Міне. Ал негізі мысалы бізде іште клем жинайтын 2 адам, іште 3 адам, вообще 5 адам. Цех ішінде 5 адам бар. Қалған 4-еуі водитель, 2 водитель, 2 помощник, 9 адам диспетчермен 10 адам жұмыс істейді. Сол аппараттың арқасында. Енді бағана сіз айтып отырсыз, Түркістанға шығам, объем көтерем 2000 квадратқа деп, Алла қаласа. Сол кезде бағана енді өзіңізде де конвейерный машина болып тұр, соның өзінде де тағы да бір қосымша конвейерный машина алмақшысыз, дұрыс па? Алсаңыз, уже ойланып сапалысын алуға, производительности жоғары, өнімділігі жоғары оборудование алуға сіз ойластырып жатсыз, дұрыс қой? Біз сізді Түркияға шақыру себебіміз ойбай бағана Рахымжан бауырымызға бүгін ертең бір оборудование сатып беру емес. Сіздің көзіңізді ашып, ақ пен қараны ажырата алатын дұрыс бағана направление орысша дұрыс жолды көрсетіп, одан кейін барып шешімді сатып алып, сатып алмауды мәселесін сіздің өзіңізге қалдырамыз біз. Сіздің тәжірибеңіз бар болса, өзіңіз шешесіз оны. Жақсы. Видеоны толықтыра салайық. Şöyle alalım size. Tamam. Şimdi bizim işletmemiz gelen her halı yıkamakla mükellef. 2000 gelse de yıkarız, 1500 gelse de yıkarız. Yani 3 kişiyle kaç metrekare halı yıkanabilir bu makinede? Ortalaması 750 metre. 500'de, 1000'de yıkanabilir. Ortalama 750 metre halı. Ortaşa deydi, 3 adammen deydi, 750 kvadrat klem juvamız deydi. 3 adammen. Peki bu makina kaç metrekare halı yıkar maksimum? Yani kişi sayısını arttırır. 1 saatte 150, gününe 10 saat жұмыс істесек, 1000 квадрат, бірақ 10 saat жұмыс істемейді. Бұл нагрузка болып кетеді. Негізі әрі заң бойынша, әрі адам құқықтары бойынша 8 saat жұмыс істеу керек. 8 çarpı 150 ne yapar? 8 1200. 8 saat mesela 8 жұмыс уақыты болатын болса, kaç kişiyle? 3 kişiyle. 3 adamмен, мына оборудованиемен her şey dahil. Yıkama, sıkma, жуу, сығу, қағу, ілу, пакеттеу. Бұның бәрін қосқанда 3 адаммен сіз 1200 kvadratқа шыға аласыз. Бұл деген өте керемет, өте тиімді. Makinamızda hız kontrolü olduğu için bant hızını kendimiz tayin ettiğimiz için gerektiğinde 8'de yıkayacağımız bant hızını 9 yaparsak, 10 yaparsak %20 daha fazla halı yıkayabiliriz. Onlar da çok yoğun dönemlerde bir seçenek. Мысалы дейді, лента, конвейерный лентаның дейді, скорость дейді, жүйріктігін арттыратын болсақ дейді, мысалы 8-де тұрса 9-ға, 9-да тұрса 10-ға дейді, бір 20% арттыратын болсақ, онда клем жуу уақытын ұтасыз. О жерде мен енді өзім химия саласынан келгендіктен, о жерде қалай істеуге болады? Orada da birazcık şey arttırabilir, deterjan arttırır, değil mi? Tabii ki deterjanın zamanlamasını bir arttırmak gerekiyor. Bir de halıları, temiz halılar, kirli halıları ayırırsanız biraz daha zahmetli olmasına rağmen 8'de yıkanacak halıyla 10 bantında yıkanacak halıyı kendi kirine göre ayırırsanız aynı kalitede yıkanmış olursunuz. Сол сапаны жоғалтпау үшін дейді, бір сапаны ұстап тұру үшін әрине дейді, шампун құйып жатқан шампунның дейді,
тамшыларын дейді, немесе бағана напорын кішкене көбейтесіз, кілемге құйып жатқанын. Және кілемдерді дейді екі группаға дейді ерінбей бөлетін болсаңыз дейді, орташа кірлік дәрежесіне байланысты және өте кір дәрежесіне байланысты екіге бөлетін болсаңыз, сол кезде сіз дейді уақыттан дейді ұтасыз дейді. Ана аз кір кілемдерді дейді тезірек жуып, көбірек кір кілемдерді дейді кішкене медленно бағана асықпай жуасыз да бағана конвейерлетті. Сол кезде бағана қайта-қайта бағана оборудованияда настройка жасап тұрмайсыз дейді. Екі группаға бөліп, сөйтіп тез уақыт ұтуға болады дейді. Сол кезде кремнің сапасы да бағана стандартизация, бағана кремнің кірлік тазалық сапасында жоғалтпайсыз дейді. Әрине уақыттан да жеңесіз. 3 адаммен 3 kişiyle bir daha siz bunu imzanızı atın. 3 kişiyle 750 metrekare halı yıkama, önce silkeleme, yıkama, sıkma, askı, paketleme yapmak mümkün. Biz yapıyoruz zaten her zaman. 3 kişiyle ortaşa 750 deydi. Gerek bolsa, eğer gerekirse de 1200 metrekareye de çıkabilirsiniz. Sadece zaman uzar tabii ki çıkabiliriz. Уақытты кішкене ұзарта отырып, бір күнде 1200 квадратқа дейін шығуға болады. Өйткені бұл оборудованиеміз сағатына, бұл макинамыз сағатына 150 метрекаре halı yıkıyor. Сағатына 150 квадрат кілем жуады. Doğru mu? Doğru. Bir saatte 150 metr kvadrat kілем жуады. Başka bir şey söyleyeyim. Aha. Makina yorucu olmadığı için mesai saatlerinde içerisinde 750 metre halı yıkamak mümkün. Eğer bize 1500 metre halı gelse yine yıkarız. Çünkü halı yıkamak çok basit. Halıyı kulağından tutup bantta koyuyorsunuz. 10 saniye bekliyorsunuz. Bırakıyorsunuz, halı yıkanmış, bu kadar. Peki o zaman mesaiye girecek elemanlar değil mi? Ben kışın işi biteni gönderdiğim için yazınla iş bitene kadar çalışıyorlar. Mesai ödemiyorum. Sadece yazın 6 ay boyunca 500 TL kişi başına prim ediyor. Tamam. Bana 1000 kvadrat gelетін болса да biz onu sol günü жуып bitiреміз дейді. Әрине жұмысшылар енді 6 емес, yani 2 saat biraz fazla çalışırlar, doğru mu? Evet. Bir 2 saatқа кешігіп жұмыс дейді. Мен де ол жұмысшы жігіттерге дейді бонус беремін дейді. Әңгіменің қысқашасы осылай. Ағайын, жақсы құрылғы алып, kaliteli bir makine alıp zamandan tasarruf edin ve kaliteden ödül vermeyin. Şimdi zamandan tasarruf eder. Vaxttan jengip, parasından da tasarruf eder. Жұмысшыдан da utumda olasız, aylık az төлейсіз. Bir de makina işletmeye kattığı değerle kendi parasını bir biçimde amorti eder. Мына құрылғымыз сапалы болғандықтан дейді, аз бұзылады, немесе бұзылмайды. Сізге алып беретін табысы зиянына қарағанда алып беретін табысы әлдеқайда көп болғандықтан өзін дейді, мынандай бағана санап айтып жатқан объемдарымыз шын мәнінде болатын болса, өзін дейді бір жылдың ішіне жеткізбей ақтап алады дейді. Başka bir konu da halıyı herkes yıkar. Ancak mükemmel halı yıkarsanız tavsiye alırsınız, daha hızlı büyürsünüz. Әрине дейді, кілемді дейді, әр компания, әр сіздің бәсекелесіңіз, конкурентіңіз жуады дейді, барлығы жуады. Бірақ дейді, сапалы әркім жуамайды дейді. Сондықтан сіз акцентті сапаға қойыңыз. Mükemmel yakından bir halıyla kişinin komşusu, akrabası, ne kadar insan varsa sizi tavsiye eder, hızlı bir şekilde büyümenizi sağlar. Әрине, сапалы жуылған кілем сізге қосымша клиенттерді алып келеді дейді. Мысалы, бір кісі сізге жуғызса, сіздің мекемеңіз сапалы бір сервис, сапалы кілем жууды көңілінен шығатындай кілемді жуып беретін болса дейді, ол кісі артынан бірнеше өзінің туысқанын, танысын, жора жолдасын, жекжатын шақырып алып келеді дейді. Бұның бәрі сапалы жұмыс, тек қана бұның бәрі бір сапалы құрылғыға тіреліп қалған дүние емес, бұның бәрі жиналып келген кезде бағана сапалы жұмыс істеудің нәтижесі. Bir de makinamız her tür halıyı yıkar. Biz işletmemizde yerde yıkayan meşfurça kullanmıyoruz. Yorgan, battaniye, kilim dahil biz her türlü nesneyi makinamızda yıkayabiliyoruz. Біздің құрылғымызда дейді, бүкіл кілемнің түрлері жуылады дейді. Бір оборудованияда, бір конвейерный машинеде біз кілем жуу орталығымызда, цехымызда еш роторный машина қолданбаймыз дейді. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Meni tыңдағандарыңыз үшін дейді, мұқият мені тыңдағандарыңыз үшін дейді, үлкен алғысымды айтамын. Рахмет. Казакlara bir selam söylüyor musunuz? Selamünaleyküm. Herkese kolay gelsin. Kazakistan'a. Selam olsun. Қазақ еліне, Қазақстанға менен үлкен сәлем дейді. Және менен де Ербол атынан Карпакс отандық өнімі маркасының атынан сізге түрк елінен, Бурса қаласынан миссион макина
zavodundan dugay səlem.